Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Ақтөбе автожол колледжінің математика пәнінің оқытушысы Падалова Айлат Қалиоллақызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дененің көлемі. Сабақтың мақсаты дененің көлемі және қасиеттері туралы түсінік беру, күнделікті өмірде қолдана білу. Енді мысалы, көлем ұғымын берместен бұрын біз оны күнделікті өмірде қолданамыз. Яғни қораптың сыйымдылығы мен мына банкінің сыйымдылығы сияқты күнделікті өмірде кез келген бөлшектерді дайындағанда құрылыста параллелепипед, призма, пирамида, шар сияқты геометриялық денелерді қолдануға болады. Сіздердің мамандықтарыңыз құрылысшы техник мамандығы болғандықтан осындай бөлшектермен жұмыс жасаған кезде оның көлемін есептеуде параллелепипедтің, призманың, пирамида, шар сияқты геометриялық денелерді қолдануларына тура келеді. Сонымен біздер білеміз, стереометрия курсын әрі қарай жалғастырамыз. Яғни стереометрияны оқуда фигураларды зерттей бастаймыз. Енді стереометрия дегеніміз не? Элементар геометрияның кеңістіктегі фигуралардың қасиетін зерттейтін бөлімі. Түсінгеніміздей, жазықтағы фигуралар немесе оларды дене дейміз. Яғни олардың бірінен бір айырмашылығы олардың сыйымдылығында, яғни көлемінде деген сөз. Сонда бұл денелерді көлемді деп атаймыз. Яғни осы денелердің көлемін табуға болады. Оны қалай есептейміз? Сіздер планиметрия курсынан білесіздер. Әрбір көпбұрыштың таңдалған аудан бірлігін пайдаланып өлшенетін ауданы бар. Яғни бізге мына жағдайда күрделі фигура берілген, трапеция дейміз. Яғни осы трапецияның көлемін табу үшін мына трапецияның әрбір бөлігіне бірлік шаршы дейміз, немесе бірлік куб деп те айтуға болады. Бірлік кубтың қаншасы орналасқандығын білуіміз керек. Енді аудан жалпы сантиметр квадрат, дециметр квадрат, метр квадрат өлшенеді. Енді көпбұрыштардың аудандарының қасиетіне тоқталатын болсақ, шаршының қабырғалары бірге тең болса, оның ауданы да бірге тең. Яғни бұны біз бірлік куб немесе бірлік шаршы деп атаймыз. Екінші қасиеті, тең көпбұрыштардың аудандары да тең болады. Яғни екі көпбұрыш өзара тең болса, олардың сәйкесінше аудандары да тең болады. Үшінші, егер көпбұрыштар бірнеше көпбұрыштардан тұрса, оның ауданы сол көпбұрыштардың аудандарының қосындысына тең. Енді бірлік шаршы, бірлік куб деп атаймыз. Бірлік куб дегеніміз, яғни өлшемдері бірдей. Биіктігі, ұзындығы, ені сәйкесінше бірдей болса, бұл бізде бірлік куб деп аталынады. Дәл сондай сәйкесінше, мысалға, ол бір куб сантиметр квадрат, бір куб миллиметр, бір куб метр. Міне осылай әр өлшем бойынша айтылады. Енді біздерге мынадай есеп берілген. Өлшемдері, яғни ұзындығы 5 сантиметр, ені 4 сантиметр, биіктігі 3 сантиметр, тік бұрышты параллелепипед берілген. Осы параллелепипедтің көлемін қалай табамыз? Ол үшін біздер параллелепипедті 3 бөлікке, яғни 3 қабатқа бөлеміз. Бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат. 3 қабатқа бөлеміз және әр қабатқа бірлік шаршыларды, бірлік кубтарды орналастырамыз. Бірінші қабатқа 20 шаршы орналастырылады екен. Сонда 5-ті 4-ке көбейткенде 20 бірлік куб бар, бірлік қабатта. Енді екінші, үшінші қабаттарға да орналастырып шығамыз. Әр қабатта 20-дан есептелгенде 20-ны 3-ке көбейтсек 60 бірлік куб шығады. Сонда оның көлемі табу үшін 3 өлшемін көбейтіп шығады екенбіз. Оның көлемі 60 сантиметр кубке тең, параллелепипедтің көлемі. Яғни В деген сөзді латын әрпімен белгіленеді. Ол латынның волюм, яғни аударғанда көлем толықтыру
дегенді білдіреді. Сонымен көлем дегеніміз не? Геометриялық денелердің кеңістіктен алатын бөлігін сипаттайтын шама. Көлем геометриялық денелерге байланысты негізгі шамалардың бірі болып табылады. Қарапайым жағдайда көлем дене ішіне сиятын бірлік кубтардың санымен өлшенеді. Жаңа біздер 60 куб орналастырған болатынбыз параллелепипедке. Енді қайтадан тоқталатын болсақ, қабырғалары бірге тең кубтың көлемі де бірге тең. Бұл қасиеттері тең денелердің көлемдері де тең болады. Егер геометриялық дене бірнеше денелерден тұратын болса, онда оның көлемі сол денелердің көлемдерінің қосындысына тең. Яғни біздер айналу денелерін өткен кезде цилиндр мен конусты өткен болатынбыз. Яғни мынау киіз үйге ұқсас, оның үсті конустан, асты цилиндрден тұрады. Яғни конустың ауданын тауып алып, цилиндрдің көлемін тауып алып, екеуінің де көлемдерін тауып алып, олардың қосындысын тапқан кезде жалпы бұл фигураның көлемі шығады екен. Енді мына есептерге назар аударайық. Бірінші есеп: қабырғалары 1 метр болатын шаршының ішіне қабырғалары 1 дециметр болатын неше шаршы салуға болады. Яғни біздер білеміз, 1 метр ол 10 дециметрге тең болатын болса, онда біздің шаршының көлемі 10 көбейту 10 көбейту 10 тең болады 1000 дециметр кубқа тең. Яғни мына жерде біздер куб деп тұрмыз. Біздер ауданда квадрат дейтін едік. Ал өйткені онда 2 өлшем, ал куб деп тұрғанымыз 3 өлшем. Ені ұзындығы, ені биіктігі. Сонда қабырғалары 1 метр болатын шаршының ішіне қабырғалары 1 дециметрге тең 1000 шаршыны орналастыруға, салуға болады екен. Енді екінші есепке қарайтын болсақ, тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері 2 см, 3 см және 4 см. Қабырғалары 1 см болатын неше шаршылар сыйғызуға болады? Енді жауап мынадай болады. Параллелепипедтің көлемін біздер білеміз. Яғни ені ұзындығы биіктігінің көлеміне тең. Көбейткенге тең. Сонда бұл параллелепипедтің көлемі 24 см куб. Біздің параллелепипедтің ішіне 1 см-ден 24 шаршы сыяды. Енді үйге мына тұрған кірпіштің көлемін табуымыз керек. Яғни оның ұзындығы 25 см, ені 12 см, биіктігі 6,5 см. Осы кірпіштің көлемін табайық. Назарларыңызға рахмет.